Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз клуб пресс-конференцияда жүйкесі жұқарып кеткендігін көрсетті. Криштиану Роналду Португалия ұлттық құрамасына шақырылмады. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, 13-ші сектор арнамызға жазылып қоңыраушаны дәл қазір басып қойыңыздар. Сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар. Серджио Дест деген Барсаның қапталдағы қорғаушысы болған. Естеріңізде болса, қазір ол ПСВ клубында жалға берілген, сол жақта ойнап жатыр. Және де соңғы берген сұхбаттардың бірінде Дест Барселонада Хави тұрған кезде мен Барселонаға оралмаймын деген екен. Себебі Хави оған орын бермейтін көрінеді. Хави осы маусымнан кейін кетеді ғой енді, бірақ та Серджио Дест Барселонаға керек па, керек емес па деген сұрақ белгілері де бар. Серджио Дестті сатып жіберген келеді, қандай жағдайда да ол Хавиға кету-кетпеуіне байланысты емес. Серджио Десті кезінде 21 миллион евроға Барселона алған болатын. Енді ПСВ клубы 10 миллион евроға сұрап отыр екен, бірақ та бір таңғаларлық жайт, қазір трансфер-маркет порталында Дест 18 миллион евро тұрады. 18 миллион евро тұратын ойыншыны 10 миллион евроға қанша жерден ақмақ болса да Барселона сатпайтыны белгілі. Және де Барсаға қазір ақша керек кезде Дестті өздеріне қалтырып та қажет жоқ, және де 10 миллион евроға сатып та қажет жоқ. Ең болмаса сол өздерінің алған ақшасын 20 миллионнан жоғары ақшаға сатулары керек деп санаймыз, және де Барселона дәл солай жасайды деп білеміз. Байырды тоқтататын сәттер қайда, Хавиді тоқтататын бапкер қайда деп бір мұқаба жазып журналдар шығара берсек болады. Себебі бұл әңгімен қате деп ешкім айтпайды. Қазір Байырды тоқтататын команда, клуб жоқ, Хавиді тоқтататын бапкер жоқтың қасы болып тұр. Байырды қалай тоқтатуға болады? Байырды Хавиді алып кетіп барып тоқтатуға болады. Хавиді алып кетеміз деп отырған клубтар өте көп. Осы маусымнан кейін Хави қатты ойланатын болады. Негізінде бір маусым тағы да Байырда қалып көрейін деген өзінің ойы да бар екен. Хавидің жанындағылар, жақындарының айтуынша. Енді Байыр рекордтан рекорд жасап келе жатқан клуб, жеңіліссіз ойындардан рекорд жасап тастады. Бундеслигада және де сырт алаңда қатарынан 6 рет жеңген бірінші команда екен. Бұл да бір рекорд. Жалпы осы маусымда 22 жеңіске жеткен екен. Бұл өзі Байырдың өзінің рекорды. Осындай тамаша статистикаларға қарап тұрасыңда, осындай керемет команда Байыр алдағы жылы құрып кететінін ойласаң, өте бір жүрегің ауыратындай жағдай. Хави негізі Байырда қалатын болса, Байыр топ клуб болатын сияқты. Себебі Хавидің қол астына келгісі келетін ойыншылар өте көп. Егер Хави қалатын болса, Байырдан ойыншыларда оңайлықпен кете қоймайтын еді. Өз рекордын өзі жаңартып талайлардың көзіне түсіп жүрген Баварияның шабуылшысы Левандовски Дармштадтпен болған ойында тобығын жарақаттап алған болатын. Алдағы ойынға қатыса ма, қатыспайды ма белгісіз, бірақ та ұлттық құрамаға шақырылды. Англия ұлттық құрамасына сол жерде дәрігерлер қарап шешім шығаратын болады. Ал Англия ұлттық құрамасы 23 наурызда Бразилиямен, 26 наурызда Бельгиямен жолдастық кездесу өткізеді. Юрген Клоп Манчестер Юнайтедтен жеңіліп, кубоктан ұшып кеткеннен кейін өте ашулы күйде пресс-конференцияға келген болатын. Сол жерде пресс-конференцияда Фредериксон атты тілші Клопқа сұрақ қойды. Бұндай әлсіз ойын көрсетудің, соңына қарай шаршап қалудың себебі неде деп. Сол кезде Клоп күлді де, әрине себебі оның көп ойындар, бізде ойындар өте көп, сондықтан да ойыншылар шаршайды деді. Осы ойынның кесірі, сол көп ойындардың кесірі осы ойынға тиді деді Юрген Клоп. Сонда Фредериксон мырс етіп күліп, сонда бар себебі сол ма сонда деген сияқты Юрген Клопқа айтқан еді. Юрген Клоп ары қарай оған жауап беруге жүйкесі шыдамай тұрды да пресс-конференциядан кетіп қалды. Ал Фредериксон қойған жоқ, артынан жүгіріп келді. Мен сізге провокация жасайтындай сұрақ қойған жоқпын, неге сондай ашуланасыз деген кезде Юрген Клоп одан ары қарай ашуланып Фредериксонға, тілшіге айқайлап, микрофонымен бірге өзін қосып итеріп жіберген екен. Кететін кезінде Юрген Клоптың осындай эмоцияларында байқап қалып жатырмыз. Ал енді кезінде Криштиану Роналдодан сұхбат алған, әйгілі сұхбат алған Пирс Морган атты журналист, тілші
Юрген Клопптун колунан бок келмейтин бейшара деген сияқты пост жазган экен өзүнүн Twitter паракчасына. Енді Прис Морганның колунан түк келмей ма, Юрген Клопптун колунан түк келмей ма, оны талкылап та кажети жок. Юрген Клопп Чемпиондар лигасын алды, 3 рет финалга барды, АПЛды алды, кубоктарды алды. Жалпы көп нерсе колунан келди. Ал Прис Морганның колунан тек кана Роналдудан сукбат алуу келди. Онун өзү Роналдуга кири әсерин тийгизди сол кезде. Сондуктан да кимдин колунан келетинин бул жерде азыратып жатуудун кажети жок. Клопп Прис Морган сыяктылардын сөзүнө мүлдөм кулагында аспай койса болады. Бирок да Клопп соңку кездери эмоцияга катты берилип жүр. Бул пресс-конференциядагы аракети азыр барлык әлеуметтик желилерде талкыланып жатыр. Бір шок жаңалықтардың бірі Португалияның белді шабуылшысы, аңыз ойыншысы Криштиану Роналду алдағы Португалияның ұлттық құрамасының тізіміне, жолдастық кездесуіне 21 наурызда Швециямен өтетін кездесудің тізімінде жоқ, шақырылмаған екен. Роберто Мартинестің бұл әрекетін қалай түсінеміз? Қазір 39 жастағы шабуылшы Сауд Арабиясында демалысын жалғастыруда дейді. Енді 26 наурызда Португалия ұлттық құрамасы Словенияға қарсы ойын өткізеді. Соған дейін сол ойынға тізімге қосылады деген үмітте отыр барлық жанкүйерлер. Біз де солай ойлаймыз. Роберто Мартинес сәл ғана демалыс берген шығар, негізгі шабуылшысына деген ой бар. Бүгінге осы достар 13-ші сектор арнасына жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге қызықты ақпараттарды, футбол ақпараттарын жеткізуші арна ол осы 13-ші сектор арнасы.